Баршаңызға сәлем, құрметтілерім, сіздермен Динара. Бүгін фунчоза салатын дайындаймын. Бұл салат жаздың күні сергітеді. Дайындалу өте оңай және көп ингредиент қажет етпейді. Ең басты вермишельді ыстық суға 7 минутқа салып қоямын. Фунчоза дайын болғанша көкөністерді турап аламын. Көкөністерді алдын ала жуып алдым. Тәтті бұрыш, қызанақ, қияр, жіңішке ұзын жолақтарға кесіп аламын. Барлық ингредиенттердің атын описание бөлімінде жазып қалдырамын. Қызанақтың ішіндегі сұйық массаны тазалап аламын. Дайын фунчоза кеспесін салқын сумен жуып, суытып алдым. Және кеспені сізге ыңғайлы ұзындыққа кесуге болады. Фунчоза және туралған көкөністерді ыдысқа салып, күнжіт маймен, соя соусын және қара бұрышпен дәмдеп бәрін жақсы араластырамын. Дайын болған салатты 1-2 саатқа тоңазытқышқа қоямын. Салат салқындаған кезде отбасыңызға ұсынсаңыз болады. Және қаласаңыз салатқа ас көк қосуға да болады. Бұндай салат өте сергітеді. Дайындалу өте оңай және көп ингредиент қажет етпейді. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.